Армысыздар қымбаттыларым, мен бүгін сіздерге тарелканың астына қоятын майлық тоқуды көрсететін боламын. Ол үшін әдеттегідей жібімізді қолымызға орап бір ілмек жасап аламыз. Және содан ары қарай ілмектерді жалғастыратын боламыз. 2 осылайша 3 ілмек жасап аламыз. Енді бізге осылай 4 баған қажет болады. Төрт баған жасадық. Енді 2 ілмек жасаймыз. Және де 4 баған жасайтын боламыз. Осылайша 4-4-тен 16 баған жасаймыз. Төрт бағанымызды жасадық. Міне 16 бағанымызды жасап алдық. Тағы да 2 ілмек іліп, жібіміздің ұшын түйіндейтін боламыз. Негізі бұл тоқыма өнері санға тәуелді. Егер жақсылап санымен жасасаңыздар, тоқымаларыңыз ойдағыдай шығады. Және 3 баған жасаймыз. Енді бізге бір бетіне 8 баған қажет болады. 8-8-ден 32 баған жасаймыз. Жалғастырамыз. Осылайша 8 баған жасап аламыз. Бұл жерге 7 баған жасаймыз. 8-ші бағанда жібімізді түйіндейтін кезде ең соңғы бір бағанды тағы да қосамыз. 2 іліп алдық. Енді тағы да 8 баған жасаймыз. 1, 2, 3, 4, осымен біздің 8 бағанымыз дайын. Екінші қатарымызда бізге 32 баған жасағамыз. Енді үшінші қатарымызда 12-12-ден 48 баған жасайтын боламыз. Бір бетіне, яғни бір қатарына осылай 12 баған жасаймыз.
2 ілмек жасап аламыз. Осымен 12 бағанымыз дайын. Осы 3-ші қатарымыздан жіптің артын қалай түйіндеу керек екенін көрсетіп жіберейін. Бірінші қатарда жүрген кезде жартысын бірінші жасап алсақ, жарты бағандарымызды, қалған бағандарымызды осылай жіптің ұшын бітіретін кезде толықтырып кететін боламыз. Толықтырдық 12 бағанға. Енді жібіміздің ұшын түйіндейтін боламыз. Осылай осы жерден өткізіп, бір ғана ілмекпен осылай түйіндейтін боламыз. Енді 4-ші қатарды бастаймыз. 4-ші қатарда бізде 16 баған қажет болады. 16-16-дан бізге 64 баған қажет болады. Мұқият қарап отырыңыздар. 16 бағанымызды жасап аламыз. Осымен 16 бағанымыз дайын. Әдетте бізге 2 ілмек қажет болса, бұл жерде 3 ілмек жасаймыз. 3 ілмек жасаймыз. Бұл жерге 3-3-тен тағы да 6 баған қосатын боламыз. Себебі біз бағандарымызды 4-ке азайтып отырамыз. Алты бағанымыз жасадық. Енді 3 ілмегімізді жасаймыз. Және де 3 бағанды қалдырып, 4-ші бағаннан осылай баған жалғаймыз. Енді бұл жерге 12 баған жасайтын боламыз. Тағы да 12-12-ден 48 баған жасаймыз. Он екі бағанымызды жасадық. Енді 3 ілмегімізді ілеміз.
тағы да 6 бағанымызды жасайтын боламыз. 6 бағанымыздың тең ортасынан тағы да 2 ілмек ілеміз. Негізі бұл тоқыманың көп жері бір-біріне ұқсас. Жаңа сияқты 6 бағанымызды жасап, ортасынан 2 ілмегімізді іліп аламыз. Енді 3 ілмек іліп, осылай бағанағы бірінші 3 ілмектен осылай бірлет іліп аламыз. Енді біз 8 баған жасайтын боламыз. Екі бағанды қалдырып, үшінші бағаннан осылай бағандарымызды жалғастыра береміз. Міне 8 бағанымызды жасап алдық. Енді 3 ілмегімізді ілеміз. Тағы да іліп аламыз мына жерден. Енді 3 ілмегімізді жасаймыз. Тағы да 6 бағанымызды жасаймыз. Мұқият қарап істеген тоққан адамға тоқыма негізінде оңай. Енді 4 баған жасаймыз. Бұл жолы 3 ілмектен 3 рет іліп алатын боламыз. Әдеттегідей тағы да 6 баған жасаймыз. Алты бағанымызды жасағаннан кейін 3 ілмектен 3 шалма жасаймыз. 2 бірінші шалмамыз жасадық. Екіншісін жасадық. Енді үшіншісін жасаймыз. Осылайша 3 рет 3 шалма жасаймыз. Енді 4 бағанымызды жасап аламыз.
бұл қатарымызды да аяқтадық. Енді соңғы 2 қатардың біріншісін жасаймыз. Осылай артқа қарай бір ілмек іліп аламыз. Және де осыдан 5 ілмек жасайтын боламыз. Енді 3 ілмек жасаймыз. 3 шалма. Осылай 3 шалмамыз жасадық. Енді 5 ілмекпен тағы бір шалма жасаймыз. Енді 3 ілмек жасаймыз. Тағы да 6 баған жасаймыз. Әдеттегідей 3 бағаннан кейін ортасынан 2 ілмек ілетін боламыз. Бағандарымызды жасадық. Және 3 ілмегімізді іліп тағы бір шалма жасадық. Енді 5 ілмек ілетін боламыз. Тағы да 3 ілмекпен бір шалма жасап аламыз. Енді 5 ілмектен тағы бір шалма жасаймыз. Осылай 5-3-5-3 деп жалғастыра береміз. Осылай бір круг жасап алдық. Енді соңғы қатарымыз қалды. Соңғы қатардан әдеттегідей 3 ілмегімізді іліп 12 бағаннан жасап шығамыз. Он 12 бағанымызды жасап алдық. Енді осылай жалғастыра береміз. Тағы бір 12 бағанымызды жасадық. Осы жерден бір ілмек іліп, бұрышына да 12 баған жасайтын боламыз. Бұрышына да 12 бағанымызды жасап алдық. Бағанымыздың шетінен бір ілмек іліп, келесі бағанымызды жалғастыратын боламыз. Осымен біздің майлықтарымыз дайын. Назарларыңызға көп рахмет.